Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Кешкі асқа бұқтырылған ет пен пюре дайындаймыз. Алдымен қазанға майды құйып қыздырып аламыз. Үстіне сарымсақ салып қызарғанша пісіреміз. Артынан етпен бірге қуырып аламыз. Ет қоңырқай қараланып, соңына дейін қуырыла бастаған кезде біз көкөністер сала бастаймыз. Ең бірінші қырыққабатты саламыз. Қырыққабат өте пайдалы. Ал артынан болгар бұрышын саламыз. Барлығын жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш себесіз. Сәбізді турап бастаймыз. Сәбізді 4 бұрышты қылып турап салған ыңғайлы. Паприка салып жақсылап қуырып, үстіне 2-3 кесе су құямыз. Келесі картопты ашып, жуып, осылай 5-6 бөлшекке бөлеміз. Картопқа су құйғанда ыстық су картоптан 2-3 мл асып тұру керек. Үстіне тұз салып, бетін жауып, пісіріп аламыз. Қайнатылған картоптың үстіне май, тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап езіп аламыз. Осында консистенция болады. Тәрелкеге картопты орналастырамыз, әдемілеп, қасықпен істеп шықсаңыздар болады. Жанына бұқтырылған ет пен көкөністер, ал бетіне шөптерді қоямыз. Мінекей біздің пайдалы кешкі асымыз дайын. Мен күнде осындай папа-рецептерді каналыма шығарып отырам. Мені жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сіздермен болған Жамиля, кездескенше.